салт дәстүр деген нәрсе өте күрделі мәселе. Дін деген нәрсені біз мынаны қарауымыз керек. Дін деген бұл бір салт дәстүрді өзгерту үшін, бір халықтың түбегейлі өмір сүру көзқарасын, тәсілін өзгерту үшін келмейді. Бұл сол халықта егер теріс сенімдер болатын болса, әділетсіздіктер болатын болса, зұлымдықтар болатын болса, қоғамға зиянды әрекеттер болатын болса, әдеттер болатын болса, сонымен күрес үшін келеді. Ал дәстүр, салт деген нәрсе ғасырлар бойы халықтың ішінде қолданысқа ие болып, мақұлданып, халық тарапынан бір тайпа, ру, әулет емес, халық тарапынан қолдауға ие болған әдеттерді біз салт дәстүрлер дейміз. Демек, ол сүзгіден өтіп қабылданған дүниелер. Сондықтан біздің салт дәстүрлеріміз исламның ықпал етті деп айтуымызға болады. Ислам міндетті түрде дәстүрге ықпал етеді. Өйткені қанша әлемде мұсылмандар болатын болса, олардың ішіп жеуінде, киінуінде ұқсастықтары бар. Өйткені сенім ол адамның ішіне міндетті түрде әсер етеді. Бірақ түбегейлі түрде оның формасына қатысты, көзқарастарына қатысты, халықта қалыптасқан әдеттерге қатысты күресу ол исламға жат. Ислам қай кезде күреседі? Тек оның сенім негіздеріне, негізгі қағидаларына қайшы келген кезде ғана оны мойындамайды. Ал қалған кездерде ешқашан салт дәстүрлермен күрескен емес. Әсіресе Абу Ханифа мазхабында бұл нәрсеге әлде кешірімділікпен қарайды. Егер қандай да бір діни үкімде орын алмаған жағдайларды шешім қабылдау үшін, пәтуа беру үшін дәстүрден шығару деген қағида бар. Сондықтан бізде дәстүріміз, Құдайға шүкір, исламмен сабақтасып, қабаттасып келе жатқан дүние. Егер біз ол дәстүрді жоққа шығарып отырсақ, демек біз ол не дәстүрдің мәнін түсінбейміз, не исламның оған көзқарасын түсінбейміз деген сөз. Құранда Худжрат деген сүре бар. Сол жерде Алла Тағала Астағизу билля Я айюхан нас инна халақнакум мин закарин ва унса ва джаалнакум шуубан ва қабаилан литаарафу иннама акрамакум индаллахи атқакум. Садақаллаху ал-азим. Осылай деп әмір етеді. Яғни, ей адам баласы, біз сені бір ер және бір әйелден жараттық. Және қауымдарға, халықтарға, ұлттарға, ұлыстарға бөлдік дейді. Біздің қазір тілінде айтқан уақытта этностарға бөлдік дейді. Не үшін өйтіп бөлдіңіз? Сөйтсек, бір-бірлеріңді тану үшін, білу үшін дейді. Бізді Алла Тағаланың жаратушының өзі түрлі ұлттарға, әр ұлттың түрлі тілдеріне бөлген екен. Демек, бұл тағдыр. Ал исламда тағдырға иман етеміз. Яғни мен өзімнің ырқымнан, немесе өзімнің қалауымнан бір белгілі ұлт болғаным жоқ. Ислам осылай етіп бөлген екен. Ислам осындай тілдерді берген екен. Әр халықтың енді тарихы бар, дәстүрі бар. Жағрафиялық жағдайына қатысты ерекшеліктері бар. Міне, осыны баста ұстану керек. Өйткені ислам әлемдік дін болып, әр халыққа кірген уақытта сол бүтін халықтардың ешқайсысын дәстүрін дұрыс емес дегізіп, немесе сол дәстүрмен исламның арасында бір түсініспеушілік, қақтығыс болған жоқ. Рас, дәстүрдің озығы бар және тозығы бар. Озығы дегеніміз не? Озығы дегеніміз заман талабына сай, немесе кейінірек пайда болған дүниелер, халық соны қолданып, халық соны пайдаланып жүрген. Тозығы ше? Тозығы жеткен дегендей, пайдаланбайтындай. Исламның бір ерекшелігі кез келген ұлтқа, халыққа кірген уақытта өзінің негізгі қағидаттарына қайшы келмейтін әдет, ғұрып, салт, дәстүрлерді бірге қабылдап, сол халықтың нақышында шығып отырады. Сондықтан да біз қазақ келген уақытта қазаққа қарап мұсылман, бірақ өзінің бір нақышы бар, белгісі бар. Өзбектерде, өзбек ағайындарда оларда мұсылман, дінде ислам, бірақ ұлтына, менталитетіне қатысты ерекшеліктер болады. Шешен ағайындарында өздері мұсылман, бірақтан бір ерекшеліктер бар деген сияқты. Яғни ислам дәстүрді теріске шығармайды.